Асқар таудай алып армандарының артында студенттер тұрады десем сенесіз бе? Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге Шымкенттегі тек қана қыздар тұратын 12 қабаттық студенттер үйімен танысатын боламыз. Олай болса, кеттік. Студенттердің бос уақытын тиімді өткізу үшін мұнда айтыс үйірмесі, домбыра үйірмесі, дефиле үйірмесі, тігіншілік үйірмесі деп жұмыс жасайды екен. Біздер қазір студенттердің асханасына келіп тұрмыз. Студенттер үйін бір-бірімізге келдік біз, ал ендеше кіріп көрейік. Біздің мұнда екенімізді ешқандай қыздар білмейді. Бір бөлмеде екі ғана студент жатады, олар үшін арнайы холодильник бар екен, шкаф. Ал мұнда студенттер өздерінің қол үйірмелерімен айналысады. Дариға дәурен десейші, керуен жолдар өз ағысымен ағады өтеді. Ал студенттік шақтағы армандарыңыз алысқа ұшсын.